Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен лимонды десерт дайындайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқаның өзін миксермен шайқайтын боламыз. Жайлап көпіршіген кезде біз құм шекерімізді салатын боламыз. Құм шекерді бірден салмаймыз, 2 немесе 3 бөлікке бөліп салуымыз қажет. Үш 5 минуттай осылай әппақ болып көпіргенге дейін шайқайтын боламыз. Әппақ болу маңызды, себебі біздің пирогымыз көтеріліп шығады піскен кезде. Енді бөлме температурасындағы сары майды салып жақсылап миксерлейтін боламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болуы қажет. Лимонымызды алып, үккіштен цедрасын өткізетін боламыз. Ең бастысы лимонымыз таза болуы қажет. Алдын ала жуып аламыз. Цедраны үккіштен өткізіп болған соң лимонның шырынын сығып аламыз. Және миксерлейтін боламыз. Миксермен шайқап болған соң біздің ұнды массамызды салатын боламыз. Оның ішіне разрыхлитель қосып, жақсылап араластырып, 1 немесе 2 бөлікке бөліп салған дұрыс болады. Ең алдымен біз миксерімізді қоспай осылай араластырып аламыз, содан кейін қосатын боламыз. Себебі миксерімізді бірден қосатын болсақ, барлық жер шаң болып кетуі мүмкін. Тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді біздің қамырымызды формамызға салып аламыз. Формамыздың астында осылай пергамент қағазын төсеп алдық. Егер де сіздерде пергамент қағазы болмаса, онда астына май жағуларыңызға болады. Осылай бір тегіс етіп жайып шығамыз. Және 180 градус қызып тұрған пеште 20 минут пісіретін боламыз. Біздің пирогымыз дайын, және үстіне қалауларыңызша қант ұнтағын себуге болады. Осымен біздің лимонды десертіміз дайын болды. Бір істегеннен ақ шығатын, дәмі ерекше лимонды болатын осы десертті менің рецептіммен жасап көрсеңіздер, бір істегеннен керемет болып шығады. Достар, шаймен ішуге бұл десерт өте күшті, керемет болады. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де менің инста парақшама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Маржан. Алдағы уақытта көптеген видеолар болады, менің парақшама тіркеліп қойыңыздар.